Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары. Соңғы кездері электр самокаттарын пайдалануға байланысты заң бұзушылықтардың саны артты. Осы көлік түрін басқару иесінен ерекше жауапкершілік пен мұқият болуды талап етеді. Жол ережелерінің бұзылуы мен ретсіз тұраққа қою жаяу жүргіншілердің, оның ішінде балалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді. Полиция қызметкерлері мобильді топтармен бірлесіп, тұрақты түрде патрульдеу жұмыстарын жүргізуде. Жаяу жүргіншілерге немесе көлік қозғалысына кедергі келтіру, сондай-ақ электр самокаттарды тротуар мен жол бойына қою деректері анықталған жағдайда құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ата-аналар балалардың электр самокат айдауына жол бермеңіздер. Бұл олардың өмірі мен денсаулығына қауіпті. Заң кәмелетке толмағандарды қадағалауды жүзеге асырмаған үшін әкімшілік жауапкершілікті қарастырады. Электр самокат пайдаланушыларын жол ережелерін қатаң сақтауға, жаяу жүргіншілерге құрметпен қарауға және көшедегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге шақырамыз.